Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Аймен, бүгін менімен бірге баршаның сүйіп жейтін торты, медовик тортын жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді, жұмсақ болып шығады. Дәмі енді ауызда ериді. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымыздың астын жай қойып, ыдысымызға май, маргарин қоссаңыздар да болады, және де мед. Қантымызды қосамыз. Жарты шай қасық сода, 1 шай қасық разрыхитель қосамыз. Және де 3 жұмыртқа, 1 шымшым тұз. Жай отта жақсылап осыны ерігенше араластырып қозғаймыз. Қозғаған кезде мұқият болыңыздар. Пісіп кетпеу керек, асты жабысып күйіп қалмау керек. Міндетті түрде тоқтатпай осылай қозғап тұратын боламыз. Мінекей бізде толықтай еріп, көпіріп бастады, дайын болды уже. Осылай толықтай ерігенше араластырып қозғап аламыз. Енді астын өшіріп, ұнымызды қосатын боламыз. Енді ұнымызды қосатын болғандықтан мен ыдысымды ауыстырып аламын, сәл үлкендеу ыдысқа. Келесі кезекте шетінен аз-аздан ұнымызды қосып араластырамыз. Барлығын бірдестен қосып жібермейміз, өйткені ұнның тығыздығы әркімде әрқалай болғандықтан қатты құрғақ немесе қатты жұмсақ болып қалмауы керек. Осылай жаймен араластырып отырамыз. Ұным менің алдын ала үккіштен өткізіп алғанмын. Үккіштен өткізіп алсаңыздар, қамырымыз әдемі, арасы жұмсақ болып шығатын болады. Енді осылай араласуы осылай қиындап бастаған кезде қамыр жаятын жерімізге кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды осы жерге түсіріп илейтін боламыз. Осылай қолымызға жабысып тұрады, осыны жақсылап илеп аламыз. Біркелкі етіп біріктіріп шығамыз. Мінекей, бізде уже қолға жабыспайтын жұмсақ, жақсы қамыр шығып жатыр. Ұнды көп сеуіп, көп қатты құрғақ қылып жібермеңіздер. Міне бізде осындай масса пайда болды. Мінекей, осындай жұмсақ болуы тиіс. Дайын қамырымызды бірдей бөлікке бөліп шығамыз. Мен 8-ге бөліп алатын боламын. Және де осының әрбірін алып, домалақ етіп, осылай домалақ етіп, тарелкамызға, ыдысымызға салып, дайындап аламыз. Дайын қамырымызды осылай пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз жаюға оңай, қаттырақ болып қату керек. Біздің қамырымыз дайын, осыны бір-бірлеп алып жайып шығамыз. Алдын ала осындай пергамент қағаздарын дайындап аламыз. Және де біртіндеп алып, осының үстіне қамыр жаятын боламыз. Қамыр жаятын жерімізге кішкене ұн сеуіп аламын.
және де жаңағы дайындаған қамырларымызды шетінен жұқалап жайып шығатын боламын. Осылай жайып шығасыздар. Жұқалығы шамамен 4-5 мм болып шығады. Енді осыны өздеріңізге керек диаметрде бөліп аласыздар, домалақ етіп. Мен осындай қазанның қақпағын пайдаланамын. Осыны басып, домалақ етіп формасын шығарып аламын. Енді артық қамырларын дәл осы шетке алшақтатып қоятын боламын. Бірге пісіріп аламын оны да. Дайын жайылған қамырымызды противеньге салып 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Енді қалған барлық қамырымызды дәл солай жайып пісіріп шығатын боламыз. Менде қазанның қақпағының диаметрі 26 см. Мұны да противеньге салып пісіріп алатын боламын. Қамырымыз өте тез жайылады, сондықтан мен решетканы да пайдаланып, бұған да қосып пісіре беретін боламын. Бізде бірінші салғанымыз пісіп дайын болды. Осылай, дәл осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің пешіміздің, әркімнің пешінің қызуына қарай, біреуде 5 минутта, біреуде 7 минутта, 10 минутта пісуі мүмкін. 5-7 минут аралығында осылай қызыл етіп пісіріп алыңыздар. Піскен корждарымызды барлығын ішіп бір шетке жинап аламыз. Мынандай шетіндегі бөлшектерін бөлек ыдысқа салып отырамыз. Бізге соңында тортымызға керек болады бетіне жаққанға. Корждарымыздың бәрі пісіп дайын болды. Решеткамен 2 противеньді пайдалана отырып жарты сағатта пісіріп алдым. Енді тортымыздың кремі үшін қаймақ, менде 25% қою қаймақ, және де сахарный пудра қосамын, және 33% сливки қосатын боламын. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламын. Ол үшін мен миксерді пайдаланатын боламын. Жақсылап бір керкі етіп араластырып шығамыз. Мінекей бізде осындай крем пайда болды. Бұл қатты қою болмайды. Арасына жаққанға өте керемет болады. Бұл украшение жасауға, жаңағыдай гүл ғып сәндеуге бұл бармайды. Осындай сұйықтау болғандықтан біздің коржымызға өте әдемі болып сіңетін болады. Енді кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Креміміз өте көп болғандықтан осындай көбірек қып 2-3 қасық арасына салып бір керкі етіп тегістеп жағып шығамыз. Осылай барлығын арасына жағып шығатын боламыз. Мінекей ең соңғысына жағып жатырмын. Енді осыны бір тегістеп шығамыз. Шетінің бәріне толықтай кремімізді жағып шығамыз.
Енді осыны бетіне себетін ұнтағымыз дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Жаңағы қалдық корждарымызды енді мен блендерден өткізіп аламын. Егер бұндай корж қалмай қалған жағдайда печеньені үгітіп, жаңағыдай майдалап салсаңыздар да болады. Дайын. Енді осыны тортымызға жаймен сеуіп, бір келкі етіп барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Осылай бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Жандарынан да жабыстырып шығамыз. Осылай бір тегістеп аламыз. Тортымыз дайын. Енді осыны кесетін ыдысқа сразу ауыстырып, қатпай тұрған кезде ауыстырып аламын. Енді осыны холодильникке 5-6 сағатқа қатыруға қойып қоямыз. Қатып, креміміз арасына сіңуі керек. Бір түнге қалдырып қойсаңыздар да болады. Бетін міндетті түрде қатты қыспай пищевой пленкамен жауып қойыңыздар. Мінекей біздің тортымыз дайын. Мен бір түнге қалдырып қойдым. Енді қазір кесіп көреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мінекей арасы әдемі қатпар болып, кремі жақсы сіңген, жұмсақ, әдемі болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.